Жігіттерім лақтырып кетті деп қыңсылама. Мен саған 6 ракета жібердім. Ал сен маған шіріп кеткен темір терсекке толы кеме беріпсің. Бұлай болсын, мені қуантатын ұсыныс жаса. Әйтпесе әлгі ракетаның біреуі саған ұшып барады. Ал, министр, не деп жатыр? Кетіңдер! Бол! Ей! Мәс саған. Қабілеттілер. Стракердің сүйікті ойыншықтары. Компьютер алыңдар. Стракердің өліміне қатты қайғырдым. Бірақ ол қандай әлем жаратып жатқанын жақсы білетін. Адамзат. Оның болашағы жоқ. Қазір естідіңдер ме? Сендер бұрын соңды мендейлерді қорқытпаған сияқтысыңдар. Өкінішке қарай, ештеңеден қорықпаймын. Әр адам бірдемеден қорқады. Каракатица. Теңіздің түбінде жүреді. Олар жарық шығарады. Дискошар сияқты. Гүм. Сөйді барба болады. Сосын, деректі фильм көргенмін. Қорқынышты өте. Сөйтіп менің санама кіріп алып, каракатицамен қорқытпақшы болсаң, оныңнан түк шықпайды. Сендер сияқты боқ мұрындармен жұмыс істемеймін. Мен әрдайым тек негізгі адаммен сөйлесем. Мұнда негізгі адам жоқ. Менімен сөйлесесің. Осы жартаста шіркеуімді тұрғызамын. Вибрани. Бұл затқа өз басым тым қымбат төлеген болатынмын. Құны бірнеше миллиард. Сенің құның да сондай. Жалған шоттарың аудардым. Қаржы жүйесі сондай түсініксіз. Әрдайым досыңды байет, жауыңды байет, сосын кімнің кім екеніне көзің жетеді деп айтамын. Старк. Не Старк? Тони Старк маған сол айтатын. Сонда сен соған бағынасың ба? Не? Жоқ! Бағынбаймын. Мені Старктың миссис қуыршағы деп ойлайсың ба? Маған қара. Мен темір адамға ұқсайын ба? Старкмен соншама! Кешір, тым уайымдама жазылып кетеді. Ғафу өтінем. Қалай сөйтуге болады? Мені Старкпен салыстырма!